Құрметті ханымдар, ханшайымдар, өздеріңізбен бірге жасаған керемет тағам дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі қандай рецепті күтетініңізді міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Мен сіздермен бірге боламын. Ас болсын барлығыңызға. Қайырлы күн, ханымдар, ханшайымдар. Шеф Гүлсана каналына міндетті түрде жазылуды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен бүгін бризоль жасайтын боламыз. Әдемі гарнирмен керемет асты сізбен бірге жасайтын боламыз. Менің қолымда қазіргі таңда фаршпен және пияз араласқан. Оның барлығын мөлшерін міндетті түрде жазып жүретін боламын. Және бізге 5-6 грамм тұз және қара бұрыш қажет болады. Міндетті түрде жақсылап араластырамыз. Тұз бен бұрышты жақсылап араластырып болғаннан кейін қолымызға ыңғайлы етіп бір 100-110 грамның көлемінде алсаңыз болады. Енді мінекей жақсылап ұнымызды себеміз. Содан кейін жаңа өзіміздің арнайы дөңгелетіп алған фаршымызды ұнға былғап аламыз. Қазір біз осы ұнды нан жайғандай етіп әдемілеп жаятын боламыз. Өте қатты үлкен қылмаймыз. Не дейміз? Тәрелкенің көлеміндей қыламыз. Одан да кішкене қылуыңызға болады, үлкен қылуыңызға болады. Оның барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Сосын тағы да айта кетейін, міндетті түрде егер өздеріңіздің мінекей ханымдар ұнға жақсылап аунатып алдық. Енді дөңгелетіп жаямыз. Мейлінше ұн қосып тұрамыз. Сосын тағы да бір айта кетейін, егер қаласаңыздар, бүгін қолданбайтын болсаңыздар, холодильникке немесе морозилікке салып қойсаңыздар. Холодильникте бір күнге дейін тұрады, а морозилікке салып қойсаңыздар, бір аптаға дейін тұра береді. Осылай жайып аласыз, сосын пакетке салып қойсаңыз болады. Немесе пищевой пленка бар, арнайы сол пленкаге салып қойсаңыз болады. Сіздің мынау бризоліңізге ештеңе болмайды. Керек кезінде шығарып қолдана беруіңізге болады. Жақсы, біз осылай жайып алдық. Енді келесі біздің қолымызда. Жақсы, енді келесі бізде мінекей жұмыртқа. Міндетті түрде жұмыртқаны жарып қасықпен немесе вилкамен жақсылап былғап аламыз. Осылай тәрелкемізді дайындап алдық. Енді біздің келесі кезекте біздің дайындап қойған жаңағы өзіміздің жайып қойған фаршымызды осының үстіне саламыз. Жаңағы дайындап алған жайып қойған фаршымызды осылай жұмыртқаның үстіне салып шығамыз. Енді біз не істейміз? Келесі кезекте сковородкамызды дайындаймыз. Бізде сковородкамыз қызды. Майымызды құйып
Дайын болған асымызды духовкеге 15 минутқа 180 градусқа салып аламыз. Ал ханымдар, енді бұның қасына гарнир ретінде күріш қойыңызға болады, пюре қойыңызға болады, запеченный картофель дейміз, оны да қойыңызға болады, картофельный крокеты дейміз. Енді микс салат деп жатамыз, барлығын қойыңызға болады, тек қана ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Бүгін мен сіздермен бірге микс салат жасайын деп жатырмын. Ал егер қалауларыңыз болса, микс салатты әртүрлі айсбергтен жасауыңызға болады, пекинский паковка капустадан жасауыңызға болады, немесе листья салатпен жасауыңызға болады. Ал кеттік, іске сәт. Біз енді қазір көздеріңізге көрініп тұрғандай пекинский капустаны аламыз, Пекинский капустаны алып, бұны өзіміздің қалауымыз бойынша осылай бөліп шығамыз. Бізге аса көп қажет емес, қазір өздеріңіз білесіздер, диета деп жүрген қыздар көп, сондықтан міндетті түрде. Мінекей пекинский капустамызды біз үзіп алдық. Енді біз не істейміз? Үйде бар заттармен қолданып, біз әдемі етіп өзімізге микс салат жасап аламыз, Мінекей мен қазір помидор черри қосып жатырмын. Болгарский бар екен, болгарский қосамыз. Өте ұсақ етіп тураймыз. Төрт бұрышты, үш бұрышты турайсыз ба, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Маған осылай ұнағаннан кейін осылай турап жатырмын. Қиярды да осылай ұзыннан турап шығайын деп жатырмын. Сіздің қалауыңыз бойынша дөңгелек етіп, домалақ етіп жасай беруіңізге де болады, Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Тұз қосамыз және май қосамыз. Май мен тұзды өзіңіздің қалауыңыз бойынша міндетті түрде немесе оливковый, немесе кунжутный, немесе тағы да басқа қолдарыңызда бар маймен қолдансаңыздар болады. Мінекей. Керемет. Керемет. Мінекей бізде дайын болды. Енді дайын болған асымызды әдемілеп тәрелкемізге саламыз. Аса көп қатты сәндеудің қажет жоқ, бірақ сәндегіңіз келіп жатса, бұрынғы енді бризольді біз қалай елестетеміз, сол бойынша сәндейміз. Ал егер үйде арнайы ыдыстарыңыз болса, мынау жаңағы майонез салатын, онда сонымен жасай беруіңізге болады. Ал егер жоқ болса, мен ұқсап пакетпен жасай беріңіздер. Енді біздің ойымызша біз қалай түсінеміз? Барынша көбінесе біз бұрынғы не бойынша түсінеміз, Тадам! Дәмді ас дайын болды.